Өткен сандарымызда біз облыстық қазынамыздан Түркістан қаласындағы Отырар ықшам ауданы мен халықаралық Қазақ-Түрік университеті арасындағы жолға күрделі жөндеу жұмыстарына 761 миллион 600 мың теңге қаражат бөлінгендігін айтқан болатынбыз. Алайда аяқсыз қалған бұл жұмыстан елбасымыз құрған Нұр Отан партиясының Түркістан облысындағы филиал төрағасының орынбасары да, қалалық филиал төраға орынбасары да хабарсыз. Білмей жүрсе, біз бардық, сұрадық, неге енді шара жоқ. Осы орайда Нұр Отан партиясының Түркістан облыстық филиалының төраға орынбасары Нұрмахан Жандосов мырза не дер екен? Сіздердің запистеріңізді көрдім. Одан кейін мен оны сұрадым. Сөйтіп айтады, мен ол мәселені оны көрген жоқпын дейді. Ол ғана жаңағысын атқарылып жатқан тірліктерді білмедім дейді. Нұр Отанның жұмысы емес біріншіден, екіншіден ол жаңағы сол жол шаруашылығында, транспорт коммуникация саласында ол жұмыстар. Оның атқарылып жатқан туралы Нұр Отанға мәлімет берген емес. Егер мәлімет берілген болатын болса, болмаса мәлімет керек болатын болса, сіздер хат жолдаңыздар, болмаса сауалдарыңызды қойсаңыздар, ол анықтап береді. YouTube каналға шығып жатқанына бұл нәрсенің 2 айдан аса уақыт болды. Ол мәселені мен оған айттым, ол бүгін сіздерге жауабын береді. Егер сіздерге қазір ол мәселе керек болатын болса, оның өзі мен өткенде пятница күні, жұма күні айттым. Егер сіздер келіп кеттіңіздер ғой, содан кейін мен оған айттым. Сен жауап бермейсің дедім. Ол айтты, жауап берем, бірақ мен ол мәліметті білмейді екен деді. Нұр Отан партиясының Түркістан қалалық филиалының төраға орынбасары Алмасбек Темірбаев мырзаға тапсырма бердім дейді Нұрмахан мырза. Қаражат облыстық бюджеттен бөлінсе, неліктен өзі іске араласпасқа? Себебі Алмасбек Темірбаев ағамыздың отырысының өзі мынау. Ол енді шырақ алып, ютубқа салып, ол енді іштен шықпайды. Байду, мен ғой Алмас. Байду, мынау бар ғой, Отырар мөлтек ауданымен Емтудың арасындағы жол дейді да. Сол неге бітпеген? Қабылданбаған ба? Қабылданбаған. Кім подрядчик? Сан, кім дейсің? Санкт Астана. Кім о қайда? Жол аяқсыз қалды. Бюджет қаражаты жерге ұшты. Елбасымыздың көзі, құлағы, сенімді өкілдері, басты жанашырлары болып отырған Түркістан облыстық және қалалық төраға орынбасарларының әрекетсіздігі болса мынау. Сонда делік елбасымыз кімге сеніп жүр? Халық кімге сеніп жүр? Нұр Отан партиясының басты міндеті не өзі? Нұр Отан партиясының міндеті ол атқарылып жатқан тірліктердің барлығын қарап тұру, болмаса сол халықтың жағдайының барлығын жақсартып тұру. Ол жаңағы оның жұмысын тексеру емес, оның егер арыз шағым түсіп, егер оның жұмысы дұрыс емес болып жататын болса, ол анықтап беруге міндетті. Шырмауға түскен бұл мәселені әлі де болса зерттейтін боламыз. Келесі кезекте Түркістан облысының әкімі Шөкеев мырзаға, қала әкімі Өсербаев мырзаға, қалалық және облыстық прокуратураларға сұраныс тастайтын боламыз. Көрінмес түйіні де көрмес болып 2 айға жуық газет беттерінде жарияланып, ютубтан жар салып жатқанымызда қаралмаған бұл мәселенің де қояр нүктесі алыс емес. Себебі аталған кісілердің жауабын алған соң, біз міндетті түрде ол жауаптарды үкімет сайттарына салып, президент аппаратына дискіге толықтай жазып жолдайтын боламыз. Арнамызда болыңыздар.